Біз алдыңғы эфирде айттық, яғни алдыңғы сенбі күнгі эфирде. Ал енді бүгін өтетініміз non-verbal дейді. Етістіктер басқа түрлерге түрленеді дағы, баяндауыштан басқа функциялар атқарады сөйлемде. Соны біз non-verbals деп айтамыз. Мысалы бізде ең біріншіден to do деген етістіктің non-verbal форматы бар. Одан кейін бізде doing, бұл өзі екі түрге бөлінеді. Біз айтып жүрген present continuous'тер және guarantee деген сияқты, я. Ал тағы бізде өтетіні етістіктің past participle done форматы. Міне біз бүгін осыған байланысты тесттерді көретін боламыз, сұрақтармен танысамыз. Неге осы грамматиканы немесе не үшін жаңағы ing форматы келеді, to do келеді, осы сабақтан сіздер біліп кететін боласыздар. Достарыңызбен бөлісіп лайк басып қойыңыздар. Бізде әлі де 3 адам, 5 адамға толғанда мен тестті анализ жасап бастаймыз, достар. Лайк басып отырыңыздар. I enjoy listen English songs. Бұл жерде біз неге қараймыз, достар? Enjoy дегенге қараймыз, я. Enjoy деген like пен бірдей ғой, я. Егер сіздер бірінші рет келіп отырсаңыздар, онда like-тің enjoy-ға тең болатын бірінші түрді аламыз. Жақсы көремін. Мен содан лаззат аламын. Мен тамашалаймын деген сияқты, я. I like. Like-тің соңынан бізде қандай етістік келетін еді? Етістіктің бізде doing форматы келетін, яғни guarantee келетін еді. Сондықтан бұл бізде де gerund деп атаймыз, осы doing деген форматты, я. Достар, gerund. Бұл етістіктен өзгерген зат есім деген сөз. Бұл жердегі doing, достар, зат есімнің ролын атқарады. Сонда мен ағылшын әндерін тыңдағанды ұнатамын болады. Сол enjoy деген етістіктің толықтауышы болады. Ол баяндауыш болмайды. Түсінікті? Дұрыс. Магистрға және ұбытыға тест тапсырғанда осы сұрақтар өте көп келеді, достар. Сондықтан жауап не болды? Enjoy listening болды. As I explained, enjoy doing something. Enjoy деген етістік бізде gerund талап еді. That's right. See, something from and room деген досымыз жазып жатты, я? See болады. Окей. Тіркеліп достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі сұраққа көшеміз, достар. Next question. Етістікті қарап аламыз. Сосын бұл етістік қандай non-verbal талап етеді? Жауап жазып бастаймыз, кәне кеттік. Бірінші жауап шығып қойды. To go дейді. Any other answer, guys? He decided abroad next year. Next year, it should be future, right? About our plans, arrangements, I guess. So, B деген жауап шығып жатыр. A деген жауап шықты. Going. Go. Gone жоқ па, достар? I'm just kidding. Present simple. Why it should be present simple? To go. Ол шешім қабылдап қойды бір нәрсені істеуге, я, шетелге баруға, келесі жылы баруға шешім қабылдады. Сосын go болады дейді, сыр жауапты айтып тұрсыз ғой, да? Окей, достар. Либо to go дейді. Онда бірге қараймыз, достар. Бұл етістік, ерекше етістік болады. Decided, соңына не келеді? Decided to do. Яғни to infinitive болмаса, біздегі to plus V1 деп те айтамыз, немесе base form of the verb деп айтамыз, достар. Base form of verb. Онда сіздер жаттап алыңыздар. Decide деген етістік, соңына to do ертеді екен, онда жауап бізде қалай болады? To go. B is the correct answer here. Decide to do. That's right. Decide to do. Жаттап аламыз. Decide to do. Мағынасы қандай? Шешім қабылдау. Make a decision about something. Okay? Make a decision. Decide to do. You should remember that. Decide to do. Just okay. Келесі. Thank you for following. Next question. We have plenty of questions, guys. So, осы 20 сұрақпен сіздер gerund туралы, infinitive туралы және біздегі past participle-дан туралы
бүкіл тесттерде келетін ұбт-ға дайындалып жүрген болсаңыз, магистрға дайындалып жүрсеңіз, level Englishқа деңгей көтеріп жүрсеңіз, whatever. It's very useful for today's lesson. So, finish. We should look at the verb first. And you should decide what kind of verb. Finish деген қандай етістік, ал ол қандай етістіктің форматын талап етеді. Яғни артына келетін do етістігінің дұрыс форматын таңдау керекпіз, достар. So, саламатсыз ба? Менде курс бар, жеке онлайн курс бар. Жекеге жазыңыз, Мұхаббат ханым, жекеге жазыңыз. Мен енді бірден сіздерді ханым деп айта берейін, because I don't know about your age, guys, so try to be more polite. So, жауап бізде Б, С, Б, басқа жауаптар болса түрте кетіңіздер, достар. To do, finish, done деген жауаптар шығып қойыпты мұнда. Thanks for following, тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып отырамыз, достар. Қазір бізде тек 237 ғана лайк болып тұр. Ойланамыз, қолымыз тоқтамай лайктап отырамыз. Мен әр сенбі, вақыт болса жексенбіде осылай тегін эфирде сабақ өтемін, достар. Рахмет тіркелгендеріңізге. Doing болады. Finish, that's right. Finish бізде нені талап етеді, достар? Finish plus doing деп жаттап алу керек. Finish doing something. Ал мағынасына қарап көрейік. She finished her homework before dinner. Before dinner соның алдында уже бітіп қойды үй жұмыстарын. Сондықтан бітірді. Complete action болатын болса, finish'тан кейін біз міндетті түрде gerund doing қосамыз, достар. Сондықтан бұл не болады бізде? Present simple to жалғаймыз. To do? No, it's not about present simple. Қараңыздар. Before деген мына жердегі мынау time expression болады. Осы кешкі астан бұрын, мысалы таймлайн сіз үйренеміз дедік қой, достар. Міне, алдыңғы эфирлерге қатысқан достар біледі. Міне, мына жер кешкі ас ішетін уақыт, ал осының алдында ол үй жұмысын бітіріп қояды. It's a completed action. Мына жерде action бітті. Онда action бітсе, біз finish doing айтамыз. Егер action алып бітпесе, бірақ оны бітіру керек мақсат қойсаңыз, you can say to finish, right? So, бұл present simple менен ешқандай қатысы жоқ. Just бізде finish doing. We are talking about another grammar here, guys. Thank you for following. Amen, right? So, that should be gerund, that's right. Ал осы сұрақ түсінікті болса, достар, маған бір деп сандарды жазып кетеміз, қане. Answer is finish doing. Gerund келеді, completed action деп жазып аласыздар. 111. Type 1, please. Бота, thank you for following. Бауыржан деген досымыздар келген екен. Thank you for following. Okay. Give me some likes and we will continue. Бәріміз түсінікті болса, бір деп жазып кетесіз, келесі сұраққа өтеміз. Thank you for following. Ayaz, Irkeblan. Okay, let's go. So, next question. Question 4. Be careful about the verb promise. Promise. Кәне, сіздер жауапты жаза бастаңыздар, мен көрейін, қандай жауап жазасыздар. Thank you. Султан деген досымыз келді. Thank you for your flower, for your gifts. And here. Promise. Бұл да ерекше етістік талап етеді, достар, Не gerund болуы мүмкін, не to do болуы мүмкін, не done болуы мүмкін. Мен бәрін беріп қойдым, мұнда өзіңіз қараймыз. Okay, so, promise. Менің өзімнің танитын достарым келген екен. Welcome, warmly welcome. So, B, C дейді. To help деген жауаптар шығып жатыр. So, guys, which one is the correct one? Бір ауыздан келісеміз ғой, достар, Бізде бұл жерде тек C ғана дұрыс жауап болады. Не үшін жаттап алыңыз тағы да? Promise, to do болады. Promise бізде to do мен жүреді. Өйткені
қараңыздар, бұның мағынасы promise деген сөз беремін, yeah? You have my will, like, мен сізге уәде беремін бір нәрсені істеуге. Демек, мен ол жұмысты әлі істемедім. Сондықтан, to do'ның өзінің жеке мағынасына қарайтын болсақ, ол future болатын әрекеттерді айтады. Сондықтан, бұның соңына doing келмейді, done келмейді, you just promised, енді істейтін жұмыстарға. Сондықтан, you just put to do after promise. Got it? Түсінікті болды ғой, достар, иә? Вау, көп достар тіркеліп жатыр. Рахмет сіздерге. Лайкты бүгін бір 10 мыңға жеткізіп қойсаңыздар, I'm very pleased about that. Okay. So, бізде promise to do. Түсініп алдық қой, неге to do болатын мен айттым. Next question. Осылай бөлісіп қойыңыздар. Бізде қазір тіркеліп жатыр екен. Жұмсақ көрпе, Гүлбану, Назок. Thank you for following. Mira. Jado Official. Thank you. Give me some likes and we will continue to explain this question. Міне бірінші жауап шығып қойды. See learning дейді. See дейді. I'm interested. It's very easy. Be interested in. Yeah? Не үшін екен білесіздер ма? Неге біз gerund'ды қосамыз? Яғни неге see болады? Present continuous. I guess it's not about present continuous. It's about gerund. Gerund. That's right. Why we plus gerund? Because we have, достар, неге болмайды? C is the correct one. Be interested in. Достар, мына жерге қараймыз. Ағылшын тілінде object талап ететін екі ағзат бар, достар. Transitive verbs, yeah, VT деп айтамыз оны, plus object. Және prep деп айтамыз, preposition. This one is a preposition, достар. Preposition plus object. Мына екі формуланы бір жерге кесе салыңыздар. Yeah? Verb, transitive verb plus object or preposition plus object. Демек, бұл жердегі біздегі learn деген етістік өзгереді inнің тоқтауыш форматына. Сондықтан ол gerund болатын себеп. Okay? Okay, so I'm interested in жаңа бір тілді үйренуге мен қызығамын дейді. So learning new languages. In plus gerund or preposition plus gerund. That is a formula, okay? Thank you for liking, guys. So if I clear, I will move to the next question, guys. Question 6. So thank you for following. Thank you for liking. Let's continue. She's too young. Бұл енді өзі intuitionға байланысты бізде, yeah? Бірден айтып кетуге болады. Б деген жауаптар шығып қойды міне. Any other answers, guys? О, молодец, достар. Бәріміз бір ауыздан Б. Басқа жауаптар жоқ па? Ой, неге Б болып қалды дейтіндер жоқ па, достар? Демек, сіздер ағылшынды көп оқығансыздар. Бұл жерде бізде she is too young to drive a car. So she isn't old enough to drive a car, it means, right? That's right. Thank you for following. So, answer should be, it's very obvious here, be too young to. Бізде мынандай формула бар, достар. To plus adjective, yeah, plus to. We say 002 plus 102, you see? Екі O мен to, және бір O мен to деп айтамыз. Бұл формула, достар. Бұның мағынасы тең болады. Негатив мағынаны білдіреді. Not enough plus the adjective to do something. Егер түсінбесеңіз, мынаны кесіп алсаңыз болады. Too young to do something деген сөз, ол машина жүргізуге әлі қандай? Әлі ерте оған. Ол ондай жасқа машинаны айдайтын жасқа әлі жеткен жоқ. It's kind of, yeah, дұрыс айтасыз. That's right, ерке болады. For following, thank you for following, like D, and I can't read your name about. So, Taurian, thank you for following. Okay, so let's continue. Am I clear, dostlar?
Like, he's too young to go to school. She's only 5 years old. He's only 5 years old. You can say that kind of example. Ол тек 5 жаста, ол мектепке баруға әлі ерте. Сол жігітті түсіндіңіз ба? He is too young to go to school, too young to do something. Сол нәрсені істеуге әлі қандай. Мына жердегі adjective мағына береді сізге. Okay. Гүлзат ханым тіркеліп жатыр. Thank you for following. Достарыңызбен бөлісіп, лайкты womanға шығарып қойыңыздар, достар. Next question. 7. Thank you for following. Қызғалдақ тіркеліп жатыр. Әнел тіркеліп жатыр. Thank you. Монсауыл тоқталмай лайк басып жатыр. I really appreciate that. Okay, living деген жауап шығып қойды бізде. See? That's good. C. Бәріміз C ма? B. Thank you, Nazuk. Because I practice a lot, listen a lot, you know. Thank you for following. Айнұр ханым тіркеліп жатыр. Сабинка. Thank you for following. Бұлар бізде, достар, B1, B2 деңгей. Екеуін қосып жасап қойдым, бұл жолы бөлмедім. Басында кезіккен 2 сұрақ бізде A2-ні, қалғанның бәрі B1, B2 почти. Қазір бірге талдаймыз, айта беріңіз. I can't imagine. Imagine деген, достар, мен олай ойлай алмаймын. Мен тек қана қазақша түсіндірем, оны сіздер білесіздер. Енді өздеріңіз орысша, достар бар арасында орысша айтатын. Жазып жерсеңіздер болады. Мен оны елестете алмаймын дейді. I can't imagine in such cold country. Мен мұна секілді суық мемлекетте тұрғанды мен елестете алар емеспін. Бұл қандай мүмкін? Like, it's impossible to live in that kind of cold country, right? So, бұл бізде imagine деген етістік талап етеміз біз, достар. Imagine қандай нәрсе талап етеді, соған қараймыз. Балқия тіркеліпті. Thank you, Matt. Thank you. Okay, so, imagine, достар, жаттап алайық. Imagine plus doing. Just B is the correct answer here. Imagine, және де түртіп алу керексіздер. Imagine doing something. Жаңа біз бір қайталап кетейік. Біз too young to do something деп жаттадық. Be interested in doing деп айттық алдыңғы сұрақтарда. Promise қандай болып еді? Make a review here. Promise, кім жазып жібереді? Promise to do, promise doing. I explained it's very clear. Marcos, thank you for following. Sal 92, thanks for following. Gulmira Khanum, thanks for following. To do, that's right, guys. Yeah, promise to do, because I gave my word to you. It's the action in the future, will happen in the future, so I put to do, promise to do, that's right. Okay. Imagine де солай жаттап алу керексіздер, достар. Бұл өзінің шарты, иә? Егер сіз соңына дейін тыңдасаңыздар, мен бұларды кесте қылып, X-Mind қылып жасап қойдым. Менің телеграм каналына тіркелесіздер, сол кезде менің жіберген X-Mind'ды көресіз. Бұны мен кеңес берем. Бірінші түсінеміз, сосын жаттап аламыз. Learn by heart. No other option, достар. Бұл тек жаттап, еске сақтайтын нәрсе. Next question'ге кете берейік, иә, достар? Question 8. He asked me the door. Ask деген бұл енді өте оңай түрі, бірақ оның да 2 түрлі мағынасы болады. Бір нәрсеге бұйрық береді мүмкін, ask, немесе сұрақ жай ғана, ask a question. So which one here? You should be careful about the verb, about the context like. So, достар, лайкты тоқтатпаймыз. Қазір бізде 92 адам отырмыз. 4000 лайк болып тұр, иә, достар. Шаршамаймыз. He asked me. Онда бұл жерде бір бұйрық берілген секілді. Ол маған есікті жап деп айтты. Менің есікті жабуымды талап етті, like, requires some. So, ask somebody. Бұл формала жаттап аласыздар. Ask somebody. Артына келеді, достар. Infinitive. To do. Өстіп жаттап аламыз. Ask somebody to do something. Let somebody do something.
деген сияқты. Make somebody do something. Мен ОБТ-ға дайындағанда оқушылардан күнде сұрайтын 3 сұрақ бар, достар. Осы үш сөзді мен сұраймын. Келемін, сабақ енді басталады. Солай әдет қалыптасу керек. Ask somebody to do, let somebody do, make somebody do. Мен ask somebody дегенде оқушылар өзі сайрайды. To do деп. Сондай бір не қалыптасу керек сіздерде. Thank you for following. So, ask. Мына жерде етістік шешеді, достар, иә? Артына не керек? Сол өзі белгіленіп тұрақты болар. Сондықтан бұны learn by heart деп айтып отырмын. Жаңа жаттау ғана керек, басқа жол жоқ. So, ask somebody to do something. Біреуге бір нәрсені істеуге бұйырды деген сөз. Ол маған есікті жап деп айтты, мысалға. Ал достар, ask-тың тағы бір түрі бар. Ask-тан кейін егер жай ғана сұрақ қоятын болса, ask a question болады ғой, оны білесіздер. Ол енді басқа мағына. Ол сұрау деген мағына келген кез. Бұл жерде somebody болмайды. Егер сұраса ask you a question деп айтуға болады ғой, бірақ ол зат есім екені көрініп тұр, ол етістік емес деген сияқты. Learn by heart деген жаттау. Дұрыс айтасыз. Next one, question 8. Жүрекпен деген енді мен солай айтамыз. It's a speaking part, like, I guess, native speaker, you always say, like, recite it деп айтпайды ғой, енді олар learn by heart, you say. Шын жүрегіңмен жаттап алуға болады, түсініп. Жауаптар шықпайды, міне, бір ауыздан келісіп жатсыздар, молодец. Басқа жауап бар ма? Жауап осы деген сөз емес, мүмкін басқа жауап шығар, қараймыз әбден. Мен жаңа бір нәрсе айтып кеттім, сіздер ескерген болсаңыздар. Балалардан мен 2 сұрақ сұрайым дедім ғой. Ask somebody to do, let somebody do. So which one is do? Lucky woman, жәнегіні қайталаңызшы дейді. Sorry, мен мына жерде өткізіп алған екем. Міне, ask somebody to do, let somebody do. Балалардан сұрайтын 3 сұрақ дедім ғой, сол. Мына сұрақтың жауаптарын біз қазір көбіміз Б деп жатырмыз. Онда мен жаңа ғана айттым, достар. Бұл жатталатын нәрсе деп тұр ғой, міне. Мен кез келген уақытта ask somebody to do екенін өстіп айтамын. Ән сияқты болып кетеді. Бала кезде бір жаттаған өлеңдеріңіз, әндер есте қалады ғой, үлкейгенде сол. Дұрыс, ләтқа байланысты болады бұл жерде. Бұның барлығы. Достар, бұлар етістіктер, мына 4-еуі де етістік. Бірақ бұлар баяндауыш бола ма? Мен бүгінгі сабақтың бірінші сұрағында айттым. Етістіктердің біз бүгін non-verbal деген грамматиканы оқып жатырмыз. Ағылшын мамандықтары біледі бұны, non-verbals деп айтамыз. Бұл баяндауыш болмайтын етістіктер деген сөз, баяндауыш бола алмайтын етістіктер. Демек, мына берілген нәрселер баяндауыштан басқа рол атқарады сөйлемде. Мүмкін жаңағы не болуы мүмкін, attributive болуы мүмкін, сипаттауыш сөздері. Мүмкін болмаса біздегі gerund болып, зат есімнің немесе object'тің ролын атқару мүмкін деген сияқты. Мүмкін to do болып бізге мақсатты білдіретін object атқару мүмкін. So, they can't be a verb in a sentence. Okay. Let's go дегенде, let me go дұрыс айтасыз, let me use. Let's go дегенде де сол ғой. Let's to go деп айтпаймыз, ол мысалы. Because that's a rule. Ол қағида солай, достар. Сондықтан жауап бізде let me use the phone. She didn't let me. Мысалы, анам маған телефонды жаңағы қолдануға рұқсат бермеді деген сөз ғой, Let me say something, Mr. President. Okay, that's right. Thank you for following. Mary ханым. Сосын бізде Selena. Okay, thank you for following. So let's move to the next question. You see, I said let's move to it. Let's to move деп айтқан жоқпын мысалға да. Осылай алдымен learn by heart and you can use very naturally. So, yeah, indeed, it's a perfect example for this question. Мен Астанада емеспін, мен Алматыдамын. Онлайн сабақ алсаңыз болады, жекеге жазыңыз, сабақ керек болса, курс керек болса, достар. Графикке келсек,
қоя береміз. So, question 10. Сұрақты оқимыз. Бірінші достар, мына етістік шешеді ғой, осыны қарап аламыз. Сол етістіктің соңына мағынаға қарай не gerundy келуі мүмкін, не infinitive to do келуі мүмкін. These days. Дұрыс айтасыз. These days. Бұл tense'те де қосып тұр бұл сұрақта. Бұл B2-ның сұрақтары достар. Міне бізде С, Д, Д, Б деген жауаптар шығып жатыр. A, thank you for following. А, жауап деген жауаптар шығып жатыр екен. Бізде формала достар be busy. Соңынан не келетін еді? Be busy. These days. Ал бірде талдап тастаймыз. Достар, лайктарыңызды тоқтамай басып жүріңіздер, қане. 5400 лайк болып тұр. 10.000-ға шығарып жесеңіздер, I'm very pleased. It should be nice. Thank you for following. Nom. Мам деп көріп қаласың. Okay. So, бұл да формала достар, жазып аламыз. Be busy. Не келеді? Gerundy келеді достар. Doing something. Сосын these days жаңа айтып жатсыздар ғой, these days көмектеседі бұл сұрауға. These days. Жақын қарада ол осы жұмыспен айналысып, қолы бос емес. He's busy. Be busy doing деп жаттап алсаңыздар болды. Be busy doing. Be busy doing. Бағана қандай болды дейді? Бірінші ма? No. Let somebody do болды, Бұл be busy doing. Thank you for following Жансая and Аружан Баха деген ханымдар тіркеліп жатыр екен. Thank you. So this question is very easy. Be busy doing. C is the correct answer. Егер қате жазсаңыз, онда жаттап алу керек. Be busy doing. Learn by heart. Just learn by heart. Басқа option жоқ, достар. Next one. Ал неге сіз қайдан біліп жатсыз бұның to do doing екенін? Мен сізге осы сабақтың соңында айттым ғой жаңағы. Telegram каналына қосыласыз, сол жерден мен жинақтап қойған X-Mind'ді тегін алып кетесіз, достар. Формала, дұрыс айтасыз, формала. Гүлмира ханым. Thank you for following. Темір деген досымыз тіркеліп жатыр. Thank you for following. Шынар ханым. Tell me your answer, please. I saw her. Мен оны көрдім. Өткен шақта тұр. Көшеде қайтып бара жатыр ол. Cross деген еді, өтіп бара жатыр. Демек, мен оның өтіп бара жатқанын көшеден көріп қалдым. Ол өтіп бара жатты, мен көріп тұрмын деген сияқты, түсінеміз кішкене. Бұл so деген екеуінде ерте береді. Сіздер кәне жазып көріңіздер. So өткен шақ, онда cross'ты да өткен шақ деп олай ойлауыңызда мүмкін, мысалы, бірақ қазір біз түсіндіреміз, достар. Сосын мен формаланы және берем, сіздер түртіп алып, кесіп аласыздар. Мен кеңес берем, егер сіз ұбт-ға, магистрға дайындалып болмаса, қандай да бір деңгеймен оқып жүрген болсаңыз, бұл сұрақтар өте көп кездеседі, достар. Тіпті болашақта сіз айтқан кезде де, егер артына gerundy болмаса infinitive қате қоссаңыз, сөйлеуіңізде қате болады, әссеңізде қате болады. Сондықтан just learn by heart and get the formula, okay? So, қазіргі шақ деп жазып жатсыздар. Okay. Бұның жауабы бізде, достар, cross болады, Ал онда неге екенін түсіндірейік. Сіздер дәптер қане түртетін жерлеріңізге немесе кесіп алсаңыздар болады. Бізде мына сияқты көрдім, тағы қандай бар, естідім, жазып алайық. Көрдім, естідім, болмаса мына watch'та болуы мүмкін. Көрдім, Осы сияқты сөздер келеді дағы, бір object жүреді, достар. Көрінеді ғой, бір object келеді. Одан кейін біз не қосамыз, достар? Bare infinitive, яғни түсіп қалған дүні қоса саламыз. Ал бұл нені білдіреді деген сұрақ жазып алайық. Бұл бізге see somebody the whole process. See somebody doing the whole process. Мынау керек сіздерге. Whole process деп түртіп алайық. Яғни, осы жүріліп жатқан мына қимылдың толық процесін көріп тұрсаңыз, онда сіз айтасыз. Бұның мағынасы соны білдіреді. Мысалы, мен мұнда тұрам, сосын бір адам, мен қарап тұрам бұған. Мына жерде жол бар. Сосын бұл мынадан бетеп өтіп кетеді. You see? The process, whole process деген соны білдіреді. Crossing болмайды, достар. Формула қандай екен? See somebody do.
Ал see somebody немесе hear somebody немесе watch somebody doing болатын, ол да бар. Екінші формалы деп мен тағы жазып қоям, достар. Түртіп аласыздар, мына жерін қазір өшіп берейік, мына фотоларды. Whole process'ті түртіп аласыз, сосын екінші формала бар. Осы үшеуі және listen'ді қоса салу керек. Hear мынайды тұр ғой, Енді қараңыз, мен оны мысалы кабинетте отырам, далада біреудің ән өлең айтып жатқан тыңдап қалам. Немесе өтіп бара жатып тыңдап қалсаңыз да болады. Осы сияқты whole process емес. Incomplete action болған кезде, ол кезде қосамыз object, қосамыз doing something. Онда мақсат не бүйтіп біліп аласыздар. Мынау бізде incomplete action. Мынау бітпеген action. Өйткені сіз оны қарап, немесе тыңдап отпайсыз, біреу ән айтып жатқанда. Өтіп барасыз, біреу ән айтып жатыр. Өтіп барасыз, біреу билеп жатыр, мысалға да, бір нәрсе істеп жатыр, мысалы, біреу звондап тұр. Жаңағы неде? Коридорда. Ал енді сіз мына жерде сіз whole process көрген кезде қана айтасыз. Түсінікті? That is a formula. That is a reason why we plus bare infinitive. Yeah? Bare infinitive деген не нәрсе екен біліп алдық қой да? Түсі түсіп қалған infinitive біз айтамыз. Bare деген білесіздер ғой, жалаңаш деген сөз. Am I clear in this question? Let's give me, бағана бірді жазыңыздар ғой. Let's give me some two, please. Екі деп жазып жіберейік, түсінікті болса. Екі. Give me some two. Thank you for following, Naz004. Айгүл ханым, thank you for liking and following. 2. Түсіндік дейді. Молодцы қыздар. Өткен шаққа жалпы бұның өткен шақпен керегі жоқ, достар. Өйткені бұл етістік емес қой. Сондықтан бұл сұрақтарға сіз ешқашан оның шағыменен жаңағы басыңызды ауыртпай қойсаңыз болады. Өйткені етістіктің шағы өзі мына жерде шешіліп қойды. So деп өткен шағы екені айтылды, достар. So. Екі. Басқаларымыз түсінбедік па, достар? Гүлім ханым тіркелгеніңіз рахмет. Shake harm. Thank you for following. Екі. Онда кете береміз ба? Can I move on to the next question, guys? Yes? Түсінбей жатырсыз, Гүлмира ханым. Окей. Тағы бір келейік, достар. Мына жерде алдымен сіз қараңыз. Бұл мен жалпы осы әрекеттің, оның көшеден өтіп бара жатқанын көресіз ба? Жоқ. Сіз де өтіп бара жатырсыз, ол да кетіп бара жатыр. Екі action. Simultaneously дегенді қалай қазақша? Тең уақытта екі әрекет болатын болса, біз doing-мен айтамыз, достар. Мен жүріп бара жатам, ол да өтіп бара жатыр көшеден. Мен кетіп бара жатыр едім коридорда, ол біреуге звондап жатыр екен. Міне, екі әрекет бірге болатын болса, simultaneously. You say doing, достар. Бұл to do деген нәрсе керек етпейді. To do-ні down'ды алып тастаңыздар. Бізде жауап А мен Д-ға тоқталу керекпіз. Екеуі де болады. Мына see, hear міне. Мына so деген қайдан келді деп отырсаңыз, бұл see деген етістіктен келді, достар. Соны біліп алайық. Сосын міне see, көрдім бір нәрсені, тыңдадым, көрдім. Міне, осылай тыңдап қалдым, көріп қалдым. Бір нәрсенің болып жатқанын, немесе сол бір нәрсенің жалпы жаңағы нені басқышын көріп қалсаңыз, толық процессті көріп қалсаңыз, қыз қарап тұрсыз, ол жолдан өтіп кетіп бара жатады. Сіз қарап тұрсыз, ол үйіне кіріп кетеді. Көрдіңіз ба? Осындай болса біз do-мен айтады екенбіз. Ал сізде бір нәрсе істеп жатырсыз, ол да бір нәрсе істеп жатыр, онда doing-мен айтамыз. Am I clear now? Енді анық болды ма? Жаңа Гүлмира ханым ғой деймін да. Am I clear now? Thank you for following. We have a lot of new follows here. Nazirke, Bags, Yuze. Start from 72. Okay. And Marjan, Enkar деген достарымыз. Shad. Thanks. So. Бұларды менің каналымнан аласыз, достар. Мен әр эфирде болған сұрақтарды YouTube каналға, YouTube дейтін ғой құрсын. Telegram каналы аштым ғой, Tilgo деген. 500 теңгемен тіркелесіздер сол жерде. Оны мен эфирден кейін айтамын қазір. Бұл сұрақтардың жауабын PDF нұсқасын сонда салып қоям, әр жолы эфирдегі сұрақтар. Бұл сұрақтар мен өзім құрастырдым деп айттым 100%-ға. Мен ОБТ-ға дайындаймын, IELTS-қа дайындаймын, я, достар. Мені танитындар біледі. So, next question. Қане, жауап керек. Let me show you answer.
B1, B2. Жаңағы тест бізде B2. Бірінші алдында шыққан 11-ші сұрақ B2-нің тесті, достар. CCC, AAA. Seen. Бұл жерде be seen-нен кейін енді міндетті түрде тағы да learn by heart келеді, достар, я? Be seen. Бұны кішкене dive into керек. Бірақ I don't want to dive too much. Like, Gerund келеді. Мүмкін. Going. Көреміз қазір. Сіздер бәріңіз ойланыңыздар кішкене. Миымызды қозғалтамыз. Ми жұмсап көреміз. Сосын бірге талдаймыз жауаптарды, я, достар? So, мынау не ашылмай қалды? Мен жауаптарды көрмей қалдым. А жауап, Б жауап. Жаңа біз айттық қой, достар, я? Біз see, жаңағы here деген сияқты етістіктерді қойған кезде біз екі түрлі doing'ді де қоса алатын болдық, артына do'ны де қоса алатын болдық. Енді, достар, егер осы сөздердің, жаңағы етістіктердің see етістігінің алдына be етістігі келіп, пассивті құраған кезде, міне бұл да біздің жаттайтын ереже. Пассивті құрайды, яғни бізде формула be seen, болмаса be heard, болмаса да қандай бар? Be made дұрыс айтамыз. Біз көп кезінде осы келеді, міне. Осы сияқты етістік болса сізде, енді қараңыз формула, олардың соңына не ертемін деген сұрақ қой. Бұлардың соңына формула infinitive ереді, to do ереді, былайша айтқанда. To plus verb. Okay? So, онда жауап шықты ғой. Жауап не екен, достар? Б деп жатқандар. Applause for you. You are so smart here. Yes, Б дұрыс болады екен. Міне, енді түсініп алдыңыздар. Thank you for following. We have a lot of followers here. So, guarantee деген бір айтып жіберейін, я? Бізде қазір бір досымыз сұрап жатыр. Сіздер сәл күте тұрыңыздар. Мынаны кесіп алдық па, достар? Make a screenshot here. It's very important for you. And I will follow back to this question, достар. Мынаны өшірем. Gerund дегенді өшірге жазып кетейін, егер сіз қазірге дейін gerund'ны білмесеңіз, еш оқасы жоқ, міне қазір түсініп аласыз. Gerund дегені етістіктен өзгерген зат есім деп түсініп алуға болады. Етістіктен өзгерген. Яғни етістік қалай, достар? Do етістігі. Онда gerund'ды жасау үшін не істеймін? Do'ге мен ing деген жалғау, немесе жұрнақ дейміз, қазақша соны қосамын. Я? Міне қараңыз, do, doing. Ал doing дегені мәлім етістіктердің соңынан ереді. Мына етістік емес, бұл өзгергендегі. Мысалы, мына жерде crossing мүмкін, да? Ал енді бізде мына секілді етістіктер болады. Көп ондай етістіктер. Мен осы сабақтың соңында берем дедім ғой, мысалы, enjoy, avoid, сосын біз ана спорттарға айтатын go дегендер естеріңізде ме? Ондай етістіктер өте көп. Осылардың соңына бізге осыларға object ретінде болатын, немесе қазақша толықтауыш дейді, орысша өздеріңіз қарап алыңыздар. Соларға толықтауыш болатын етістіктен өзгерген мынандай етістіктің ing форматын біз не деп айтамыз? Gerund деп айтамыз. Am I clear? Жаңа сұрап жатқан досымыз қайда кетті? Түсініңіз ба енді? Дұрыс, міне. Гүлмира ханым сұрап, суға етістіктің зат есімге айналған ing жазған түрі бізде gerund деп аталады. Ал, молодцы, кеттік онда. Сізге түсінікті болса, енді басқаларыңызда ұялып сұрай алмай отырсаңыздар, міне осы жерді кесіп алыңыз. Мен сөйлеп жатқанда жаңа сияқты даусымды қосып, рекорд жасап алуға да болады ғой. Мен мынаны бұлай бөлісуге болмайды екен, болмаса әр сабақты осылай эфирді бүйтіп бөлісуге кейін қарап алсаңыздар да болар еді. Бірақ just 1 minute қана қояды. Окей, кеттік онда. Онда мына жерді жаңа айттық, міне. Осылар passive voice-іне келген кезде gerund ғана, жаңа gerund дептім ғой, to do ғана жүреді, достар. Бұл сұрақтың жауабы Б болды. B is the correct answer. Дұрыс айтасыз, ағылшынға міндетті түрде, әсіресе грамматикаға. Мен айтар едім, мен алдында сіздерге ең қиынын айтып кеттім, conditional деп, мен number 1-ға қоямын дедім ғой, subjunctive mood, оның ішіндегі mixed'нің екі түрінде айттық, каналда тұр,
біздің телеграм каналында. Екінші қиыны деп айтар едім, осы non-verbalстар. Менің бұл енді оларға ранг жасағаным. Үшінші не деп ойлайсыздар? Мен келесі аптада 3-ті өтемін. Келесі апта Алматыға қайтамыз, уақыт бола ма, көреміз оны. Мен тағы айтам сіздерге. 13-ке қарайық. Телефоныңыздың бетінен жасап алуға болады, егер iPhone болса, recording жасап алуға болады. Гүлназ ханым, thank you for following. Мен тіркелген достарға бір рет рахметімді айтып жіберейін, сіздер жауап жаза бересіздер. G-Force, thank you for following. Нұрбек деген досымыз сұрап жатыр екен, қандай кезде ауысады? I just say learn by heart. Тек қана intuitionмен жаттап қана айтамыз бұл сұрақтарды, өйткені ол формала достар. Бірақ контекстке қарап түсінуге де болады. Мақпал ханым тіркелген екен, thank you for following. Каусар ханым тіркелген екен мұнда. Сосын жаңағы мен көрген баба досымыз тіркелген екен. Мына жерде idea solve 07 big, thank you for following. Басқаларыңызды оқымадым, мен ренжіп қалмаңыздар. Барынша айтып жатырмын тіркелгендерді, иә? Бұл сұраққа қарайық. Ақнұр ханым тіркелгеніңізге рахмет. Достар, лайкты тоқтатпайық. Сұраққа ойланып отырып, бір қолыңызбен баса берсеңізші лайкты. Онда маған да жақсы. Мен сіздерге сұрақты тегін түсіндірем, ол сіздерге де жақсы. Okay. So, қазір бізде 79 адам отырмыз, достар. Like, give me some likes. Күнделікті сөйлесетін адамды қайдан табамыз? You can get some foreign friends, maybe. Қазір ондай нелер көп қой. Шетелдіктерменен онлайн дос болатын сайттар да бар. Көрсеңіз болады. Кәне осы сөзді қарайық. Мына сөйлемді. The film was so boring. Boring-ді білеміз, достар? Қазақшасы қызықсыз. Сосын мен оны stop it. Halfway өз айтып тұр, жарым жолда дейді. Орта жолдан мен көрмей бірден өшіре салдым да. Жекеге жазып жіберем, Гүлмира ханым. Маған жекеге жазып қойыңыз. Оны көрсету керек бұлай нетіп. So, фильм өте нашар болды, қызықсыз болды. Мен жарым жолда тоқтатып жібердім. Өшіре салдым, көрмедім. Бұл жерде қандай грамматика деп ойлайсыз? Stopped'тан кейін gerund болады дейді. Watching. Негізі stop екі түрлі нәрсені де ерте алады соңынан, достар. Мен қазір мына жерге жазып қоям. Stop gerund'ыны да ерте алады. Stop infinitive де ертеді, достар. Stop to do. Бірақ they have a different meaning. Қазір түсіндірем. Мағынасы ұқсамайды. Сіздер кесіп алсаңыздар болады, иә? So, қараңыздар. Саса дейді, б дейді жауаптар. Онда демек біз әлі бұған қанық емеспіз деген сөз, иә, достар? Thank you for following, guys. Дұрыс, сөздік қор әсер етеді. Енді біз бір тілді үйрену үшін сөздік қорыңыз жеткілікті болмаса, сіз кез келген тек грамматикамен ғана біліп алып, ағылшынды біліп кетем деген ол мүмкін емес. Міндетті түрде екеуін ұштастыра алу керек, бірге қарау керек. Алдымен сөз оқу керек, одан грамматикаға ойлану керек. Мен солай кеңес берем. So here, let's explain this one. Stop doing. Жаңа сіз байқасаңыздар, біз doing дегенді gerund деп айттық. Мына жерде де міне gerund болып тұр. Өйткені мұлай етістіктің соңында бір нәрсені істеп біткенін айтады. Онда мұнда түртіп алайық, иә? Stop doing болатын болса, осы әрекет қайтеді? Тоқтап қалады. Not continue деп жазып алайық. Мұна әрекетті арғары жалғастырмай тоқтатып қойсаңыз, stop here. Бұл бізде stop doing болады. Онда бұл не істеді? Мені жарты жолда фильмді көргенді бірден тоқтатты. Онда жауап бізде Б екен. Бұл шықты. Енді қараңыз. Stop to do. Мен қазір сөйлеп отырам. Мен сіздерге explain some questions. Сосын мына жерде бір оқырманның жазғанын көріп қаламда мен сол сөйлеп отырғанымды тоқтата салып, мен сол кісіге жауап беріп кетемін. Онда мен қараңыз, істеп отырған action тоқталады да, мен басқа another actionге ауысып кетемін.
Бұл бізде stop to болады. Егер мына жерде stop to watch дейтін болсаңыз, мағана былай болады, достар. Мен фильм көрмей басқа нәрсе істеймін да, сол нәрсені қоя салып, мен фильмді көріп кетемін орта жолда. Мен үй жұмысын жазып отырған мамамдар бір қызық мультфильм көріп отыр екен, мен келемін да соны көріп кетемін. Түсінесіздер ма? Сол кезде stop to do болады. Сондықтан stop to do жазып алайық. Stop previous action. And одан кейін не? Алдыңғы әрекетті тоқтатамыз да. Не істейміз, достар? And start немесе do дей салайық. Do another action деп жазып алайық. Немесе мынаны қазір мен жазып болғасын скриншот жасап аласыздар мына жерден. Я, онда міне. Бұл жауап дұрыс болатын өзіңіз біліп қойдыңыз. Түсінікті ме? Түртіп аламыз. Thank you for following. We have a lot of new followers here. So, түртіп алайық. Stop doing and stop to do. Бұндай екі түрлі gerund'ды да ерте беретін, infinitivті де ерте беретін бірнеше етістіктер бар. Мысалы бізде remember бар, достар. Және forget деген бар. Я? Міне. Осылардың мағанасы бірдей. Doing келетін болса, remember doing бір нәрсені істегеніңіз есінде. Remember to do болса, енді істейтіні есінде. Okay? Ал forget doing болса, бір нәрсені ұмытып кетеді, істемей қалады. Forget doing. Forget to do болса, енді істейтін бір жұмысты ұмытып кетеді. Міне, дәл осылай. Сондықтан біреуі doing, біреуі to do. Thank you for following. Jamal English тіркеліп жатыр екен. Am I clear in this question? Түртіп алдық қоя, скриншот жасап алыңыздар, егер деңгейіңізге жаңағыдай кішкене жетіспесеңіз. Еш ұяты жоқ. Бүгін біліп кетесіз мінекей. Thank you for following, guys. Let's move on to the next question. Question 14. Бізде тағы 10. Қайталап беріңізші. Lucky woman. Міне, мына жерде түртіп аласыз. Stop doing, not continue. Әлі жаңағы. Сол жасап жатқан әрекетіңіз тоқталып қалады. Stop doing болады. Өйткені stop деген тоқтату ғой. Міне жерде фильм қызықсыз, мен қайта оны көргім келмейді, тоқтап қалам, өшіре салам телевизорды. Ал stop to do болса, stop to watch болатын болса, мен басқа әрекет істеп жатам, одан кейін басқа сол әрекетімді қоя салып, басқа қимылға кетемін. Ресіп отырайық, достар, басқалардың уақытын алмаймыз. Бізде қазір деген 70-тен аса адам отырмыз. Былайша айтқанда менің аузыма қарап отыр деуге де болады. Сондықтан just be polite to each other, okay? Ертең эфир бола ма дейді. Ертең көреміз, достар. Уақытыма қараймын. Кеште өйткені кейбір оқушыларым күндіз қыдырып кетеді, анамна болады. Кеште сабақ болып қалып, сондай уәдемді орындай алмай жүрмін енді бір жағы. Бірақ Saturday менде кеште боспын, міндетті түрде сіздерге келуге тырысамын. Мына жерге қараңыздар. Сіздерге жаңа бір сұрақты көрсеттік та кетіп қалды. I stopped a photo of the sunset. Sunset. Күн қайтты, sunrise болса күн шықты. Енді күннің батып бара жатқанын. Онда мен жаңаған айтып кеттім. Кім айтады? Не бұл сонда? Қалай біліп отыруға болады дегенде мен алдында айттым, тұрақты. Мен негізі 20-дан өте бере менің немді күтіп жүрсеңіз болады, Saturday күні. Тіпті маған жекелікке апай ұмытып кетпеңіз деп жазып жүрсеңіздер де болады. Менде кейбір оқырмандар бар, мені күтіп жүреді, рахмет. Сондай маған сеніп, менің сабағымды тыңдап отқандарыңыз. Ол да мен үшін бір қуаныш мысалы. Мен енді ақша тауып кетейін, бір нәрсе қылып кетейін деп атқан жоқпын, бірақ сіздерге білім айту ол мен үшін де жақсы нәрсе. Окей. Дұрыс айтасыз, суббота сағат 20-да. 20-дан өте бері маған жазсаңыздар болады. Бірақ келер апта енді алдын ала шыға алмасам айтып жатам. Келесіде бізде тойлар бар, біз ауылға қайтпақшымыз, Алматыға деген сияқты. Енді үй жаққа демейсің ғой. Өз үйімізге демейсің ғой. 7000 сөз $1 тұра ма дейді. 7000 сөздің бірінші сөзі, бір сөз $1 тұрады. Мен кейінгісін әлі бүйтіп сөйлеп, неге қоса алмадым видеоға. Слайдын жасап, әрен болдым. Ол шетелдіктерге сатылады, ол курс. Тек ағылшынша сөйлеп жатырмын ғой себебі. Офлайн жүргізе алмаймын, достар. Сіздер біріңізбен талқылап кетсіздер сол жігіт қой. Окей. Сұраққа оралайық, достар. Әңгімені сосын жекеде жазыңыздар, айтасыздар,
Алматыда тұрамын да. Yes. Міне, in my opinion дейді, молодцы. Answer is B дейді. Бұл жерде, достар, мен кетіп барам, мысалы, көшеде қыдырып кетіп барам да, сосын телефонға баса алмай кетіп барам. Кенет басымды көтеріп қарап қалсам, sunset деген әдемі, андай күннің шапағы бар ғой, кешкі күн батып баратқанда. Бір әдемі көрініс болып тұр. Мен өзім сондаймын, мысалы, әдемі көріністерді фотоға түсіргенді жақсы көремін. Мен дереу телефонымды алам, жаңа қарап жатқан action тоқталады, мен do another action to take a photo. Can you understand? Онда жауап бізде не болады? Yes, answer should be to take. I stopped to take a photo of the sunset. So answer should be C. Am I clear? Недәл осылай түсініп алсаңыздар болады, иә? Sunsetті түсіру үшін мен өзімнің жасап жатқан жаңағы қимылым тоқтап қалады да, мен телефонымды ала салып, фотоға түсіріп аламын. Ал бұл сұрақ түсінікті болса, stop дегенді түсінсеңіздер, бағана remember айтып кеттім, мен тағы не айттым? Finish дегенде бар, мысалы бізде. Forgot деген төртеуі бар бізде. Ағылшын тілінде UBT-да, магистр емтиханда көп келеді. Түсінікті болса, маған give me some 3, достар. 3 деп жазып жіберейік. Бірден келе жатыр ғой біз. Дұрыс айтасыз. You are a good student, Гүлмира ханым. Бағана тыңдап отқан бәрін жазып отыр. Молодец. Thank you, Hunter Allard. Lesson is very good, did. 3. Кеттік, міне, молодцы. Next question. Бізде осымен қосқанда 6 сұрақ қалды, достар. Енді кішкене қиындаймыз. Енді тек қана B2-ның сұрақтар қалды ғой деймін соңында. Оқимыз. Бірінші, бұл жерде енді кішкене. Мен бағанадан бері тек қана етістіктің соңына не келеді, соны ғана айтып тұрмын. Енді мен сол нәрсені алып тастап тұрмын сізден жалпы. Ja, достар, өйткені went деген етістік, басқа етістік. Бұл бір сөйлем болып есептеледі, өйткені бұда ешқандай conjunction деген нәрсе жоқ қой. Жалпы бір сөйлем. Бір сөйлемде бір ғана баяндауыш болады. Бұған келсесіздер ғой. Онда мынау баяндауыш болмайтын, яғни бізге non-verbal керек. Ja? Non-verbal келеді, онда сіз қараңыз. Сосын бұл жерде енді біз кішкене түсіндіретін нәрселер көп. Сізден жауаптарды көрейік, сосын айтамыз. Having finished деген жауап шықты дейді. А жауап. Бізде finishing қайсы деді? Б жауап, е? And басқа жауаптар бар ма? Бізде қазір сұрақ А мен Б-ға таласып түсіп тұр екен. Д деген жауап шығып қойыпты. Thank you for following. Көрмей қалсам. Қаулан тіркеліпті. Чоң. Okay, let me explain. Мына жерде айтады, ол алдымен не істейді, достар? Жұмысын бітіру керек қой. Finish деген мағынасын түсініп алыңыз. Бітіру деген сөз. Жұмысы біткесін, ол үйіне қайтады. Енді біз қазір түсіндіреміз сіздерге. Сөйлемнің басына келетін нәрсе, бірінші біліп алайық. Gerund көп жағдайда сөйлемнің басына келеді. At the beginning of the sentence. At the beginning деп қойын, өзіңіз жазып аласыздар. Gerundy көбінде сөйлемнің басына келеді. Бірақ енді біз осы gerundyның да несіне қараймыз, достар? Жаңағы tense деп қоямыз ғой. Уақытына қарауымыз керек біз. Енді бұл жерде ол алдымен жұмысын бітсін, одан үйіне қайтады. Яғни бұл жерде нені көріп тұрсыздар? Order of action деген мағына тұр. If you can find some orders of action in the sentence, онда ол қалай болады? Осы gerundyны біз өзгертеміз. Міне, оның өткен шағын, немесе жаңағы алдыменен жасалады деген сияқты мағынаны біз осы gerundyға having деп, сосын осыған данды қосып айтамыз. Having finished. Көрдіңіздер ма? Ал жай ғана doing'ді айтып көрейік. Мысалы, бізде талас А мен Б болды ғой жаңа. А бізде жауап болады. Өзіңізде congratulation жасай берсеңіз болады, дұрыс болса. Бірақ не үшін екенін түсінбесеңіз, қазір қарап отырыңыз міне. Having finished болатын болса, having done дегеннің мағынасы алдымен бір action болады, одан кейін бір action. Яғни, actionдердің рет тәртібі болады бұл жерде. Жұмысын бітеді, сосын ары қарай үйге қайтуға болады. Ал енді жай ғана ing болса ше. Бірінші мынау ғой. Логикалық тұрсындырайық. Егер жай ғана ing болса не істейтініміз?
Бағана айттық қой, мысалы, sees адамның көшеден өтіп бара жатқан, ол whole process дедік. Мен өзім де кетіп бара жатып, ол да көшеден өтіп баратса, онда болар еді. Бірақ мен автобус күтіп тұрғанда, ол өтіп кетті жолдан. Деген сияқты ғой. Сондықтан ing-дің мағынасы мынандай, gerundy болған, жаңа қимылды білдіретін кезде бұл simul деп қояйын. Simultaneous деген нәрсе бар. Екі action тең уақытта жүріліп жатса, біз осы doingмен айтамыз. Онда сіздер бүйтіп қазақша түртіп алсаңыздар да болады. Having done не екен сонда көп әрекет болады да, бірінен соң бірі. Іле-шала дейді ғой қазақтар. Іле-шала болған әрекеттерге біз having done да айтамыз. Бірі бітеді, одан соң. Ал мынау қалай болады? Екі әрекет тең уақытта жүріліп жатса, біз соны ing-мен айтамыз. Ал to finish дегенді түртіп алайық. To finish ол мақсатты білдіреді бізде. Purpose болады. Жұмысын бітіру үшін ол үйіне қайтып кетті, ол логикаға сыймайды ғой. Ал с жауапты айтып көрейік. Кім айтады, с жауап неге болмайды finishті деп? Ол жерде жаңағы сияқты біздің тек қана бір әрекеттің біткенін айтады, және ол мынаны түртіп аласыздар. Бұл ағылшын тілінде егер осыны ғана керек етсеңіз, ол passive болу керек. Ырықсыз мағына берсе, біз finishті қоя аламыз. Бұл жерде ырықсыз деген мағына жоқ. Оны біреу үйіне мәжбүрлеп, мысалы, жұмысты істетпейді ғой, немесе үйіне қайтармайды. Бұл жерде мәжбүрлі түрде деген мағына кетіп қалатындықтан сиді қоймаймыз. Ал осының бәрін түсінсеңіздер, маған for, give me some for, and we will move to the next question, guys. Мен төртеуінде түсіндіріп кеттім ғой, having done'ның қалай екенін, doing'ның жай ғана оның нені білдіретінін, және не айттым? To finish, to do дегеннің сөйлем басына келсе, оның мақсатқа қолданатынын айттым, және сөйлем басына done ғана келетін болса, яғни ed жалғанған, жаңағы past participle дейміз ғой, ол келетін болса да, міне, қандай мағына беретін мен айтып кеттім. Әрқайсының 2-3-тен сондай мағынасы болады. For, give me some for, guys. And let's move on to the next question. Бұл сұрақтың жауабы сонда A болды ғой, For, мінекей бірінші for кетті, түсіндім деген сөз. Молодец. Thank you for gifts, Айша дейді. Thank you. Подаркыңға рахмет. Сіздер де өте молодецсіздер. Бәрін үйреніп қарап отырған, Hunger for knowledge, I guess. So next question. For біреу ғана ма? Басқамыз түсінбей қалдық па не? Oops. For. Give me some for, guys. I'm waiting. Тұрсынбек for дейді. Okay. Hunter Allet, thank you for your gifts. Ойбай, гүлдеріңізге рахмет. Қанша гүл кетті? Шайыңды қысын. Okay. Кеттік. Thank you for following. I guess I'm clear. Мен енді барынша түсіндіріп жатырмын. Next question. Бізде 16-20 сұрақ қалды. Қайталап өкінішке орай көре алмаймыз, Жазира ханым. Да. Бірақ мен осы сұрақтарды Telegram каналға салам. PDF нұсқасын жіберіп қоям сонда. Б дейді, бірінші сұрақтың жауабы шығып қойды міне. Лора деген досымыз жазып жіберді. Ал сұраққа келейік тез. Б дейді. Басқа жауаптар бар ма? Count. Бұл бәріміз солай келсеміз бе бір ауыздан? Бұл оңай болып қалған ба не? Негізі бұл да Б2-ның сұрағы. Тамам жырлап кетті. Give me some water, please. 对，我想喝点水。The man, қандай адам, by the police. Сосын бұл жерде кішкене бізде opposition тұр, ортасына келетін. Бұл мынаны сипаттайды. Қандай адам? Қандай ер адам мысалы, да?
полициялар ұстап кеткен ер адам не істеді? Ол deny жасады. Deny дегенді білесіздер ма? Сол қылмысты жасағанына қайтты, мойындамады. No деп айтты. Мен жасаған жоқпын, ойбай, мен нақақпын деген сияқты солай айтты. Міне, қылмысын мойындамады. Ер адам қылмысын мойындамады. Сұрақ, қандай ер адам? Онда біз соны сипаттауымыз керек. Яғни, онда сіздер мына жердегі мән менен мына берілген етістіктің жаңағы байланысын қараймыз. Relationship. Subject пенен мына жердегі бізге берілетін етістік. Я? Мынау бір сөйлемнің ішінде тағы кішкене бір мынандай сөйлемнің несі тұр ғой және де. Сақшылар ұстап кеткен, полицияға ұсталынған деген мағына. Онда білесіз, бізде қайсы түрі пассивті білдіретіне достар? Thank you for your water, әзімеймін. Рахмет, көп рахмет. Okay, so жауап бізде be болады. Be деген достар. You are so awesome. Молодец, қыздар. Б деген жауап бізде дұрыс болады. Сақшы ұстап кеткен, полиция ұстап кеткен ер адам өзінің қылмысын мойындамады, өкінішке орай. Мүмкін ол нақақ болды, мүмкін шынымен де. Неге catching болмайды? Жаңа айттық қой, simultaneously екі action бірге жүріліп жасайтар еді. To catch мақсат болып кетеді ғой, болмайды. Catch болса, онда бұл жерде қараңыз. Мынау өткен шақта тұр, мынау енді лағып неғып бірінші форматта тұрады деген сұрақ қой. Онда болмайды. Сонда біз айттық, жаңа бізде не болу керек? Passive voice екенін біліп алу керек. Яғни, сөйлемді былай ашып жазып қоям, сіздер қарап аласыздар. The man was, негізі мынандай сөйлем болу керек. By the police, okay? Міне, ер адамды сақшылар ұстап кетті. Мынандай сөйлем болу керек. Passive voice пен тұр. Түсінікті ма? Passive voice пен негіз сөйлем осы болады, достар. Ал неге мен мынандай ғибеті was caught деп айта алмаймын? Себебі бұл сөйлем емес, мынау бізде тұрақты тіркес. Бұл жалпы бізге сөйлемді adjective'тің ролын атқарады да, ол мына адамды сипаттайды. Қандай ер адам? Полициялар ұстап кеткен ер адам. Сондықтан бұл жерде міндетті түрде passive voice'ті білдіретін done келеді. Мынау бізде verb 3. Сондықтан достар түртіп алайық. Verb 3 негізі екі мағына білдіреді. Міне мында жазып кетемін. Кесіп аласыздар. Passive voice'ті білдіреді. Онда міндетті түрде сол адам мен қимылдың арасындағы байланысты қараңыз. Ырықты, ырықсыз. Active, passive. Немесе екіншісі completed action. Түртіп алыңыз. Қимыл аяқталған болса, данды қоямыз. Thank you for comments. Yes, дұрыс айтасыз. Біз жерде жаңағы не болады? Relative clause болады, я? Ағылшынды жақсы білесіз. And деген досымыз міне жақсы жауап жазып жатыр. Молодцы, достар. Бұл B2-ның левелі кішкене қиын. ұбт-ға тапсыратындар осыдан көп қателеседі. Can I move to the next question? Кете берейін, я? Келесі сұраққа. 17-ші сұрақ. Біз қазір дереу бітіп кетеміз. Ол жазылмайды. Себебі ол баяндауыш болып кетеді о жерде. Я, мына сөйлемде was cut жазбайтынымыз, мынаның қысқарған түрі деп түсініп алсаңыз болады мына жерде. Мен айттым ғой, жаңа жазылса, онда бұл сөйлем, бір сөйлемде екі етістік болмайды ғой. Бұл етістіктің өзгерген түрі болған үшін алдындағы біз мына несесін қысқартып кетеміз. Түсінікті ма? Thank you for following. Үміт тіркеліп жатыр екен. Үміт деген ханым. Maybe. Come 31. Thank you for following. Жауаптарыңыз жазыңыздар. Мен бір рет рахметімді айтып жіберейін. О, бізде 14.000 лайк болып қойыпты қой, мен байқамадым. Давай 15.000-ге жеткізіп жіберейік дейсің. Thanks for following. Ойбай, sorry. Бұлай өтпепті. Бір сұрақ жүгіріп кеткен қалаға. Дұрыс айтасыз. It's not about 18. Students submit their work today. Бұл да күшті сөйлем.
Бірінші, біз main sentence тауып алайық достар. Subject, students, екі етістік тұр бұл сөйлемде де, иә? Онда біз біреуі жаңағы relative clause болуы мүмкін, relative sentence болуы мүмкін. Онда біз бітеміз, subjectті қалдырамыз да, екінші етістікті тауып аламыз бірінші. Міне, will lose деген біздегі future'ды білдіретін етістік болып тұр, иә? Сондықтан subject, verb және object. Онда мына ортасында тұрған нәрсе бізге relative clause болуы мүмкін. Және осы сөйлем мына студенттерді сипаттайды. Түсінесіздер ма? Бізде Б жауап шығып қойды, Д жауап дегендер шығып жатыр. Бағанағы сөйлемде бізде ешқандай жаңағы linking words жоқ еді ғой, relative clause. Бізде қысқарған relative clause көргенбіз. Ал мына сөйлемде енді өте тамаша, өзі айтып қойған қандай оқушылар? Students who forget to do something. Жаңағы әссесін, өздерінің үй жұмысын, диссертацияларын бүгін тапсырмайтын болса, сондай оқушылар бұл сабақтан құлайды деп тұр. Lose their marks, right? So, answer, міне өте анық болды деп ойлаймын. Жауап не болады, достар? Who forget болады. Answer should be D. Thanks for liking. D дұрыс болады. Молодцы, міне түсінсеңіздер. Қандай оқушылар осы жерде сипаттайды? Бұл сұрақ енді екі нәрсені қосып алады. Бұл магистрдің сұрақтарына ұқсайды, және ОБТ-да бізде жаңағы сияқты қиын сұрақтар болады ғой. Сабыр деңгейдегі сұрақтарға кіреді бұл, достар. Relative sentence де тексеріп тұр сізден. Екіншісі бұл нені де тексеріп тұр жаңағы біздегі. Forget to do, infinitive де тексеріп тұр деген сияқты. Басқасын қоя алмаймыз. Next question. 18-ге қарайық. Тақырып қандай дейді? Тақырып бізде non-verbals, достар. Баяндауыш болмайтын етістіктің форматтары. 4 түрлі формат бар дедік, соны түсіндіріп жатырмыз. Және соған байланысты B1, B2-ның сұрақтары. Дұрыс, gerund менен infinitive, достар. Олардың шақтарын айттық. Қандай етістікке не керек екенін айтып жатырмыз. Ал 18-ге қарайық. The boy sitting next to me kept. Не істеді? Менің қасымда отырған бала kept деген keep деген етістіктен өзгерген. Білесіздер ғой, өткен шақ айтып тұр. Keep нені талап етеді, соған қараймыз. Міне, keep'тің соңына мүмкін doing формаласы бар болуы мүмкін деген сөз. Мүмкін to do, мүмкін done. Ал бұлар бізде non-verbal деп аталады. С дейді, молодцы. С деп жазып жатсыздар. Бір ауыздан бәріміз келістік қой, онда көп тоқталмаймыз. Бұл формала, достар. Keep doing болады. Неге десеңіздер, достар, keep'тің көбінде біз keep on деп айтамыз ғой, go on деген сияқты, міне. Тоқтама, жалғастыра бер деген сияқты болады. Сондықтан keep on, оны қысқарып кетеді көп жағдайда. Keep going, keep doing болатын себеп. Okay? Keep on doing деп, keep on talking деп айтсаңыз да болады. Мен қасымда отырған баланың аузы бір жабылмады. Сөйлей береді деген сияқты. Сондықтан answer is C. It's very easy. So let's go straight to the next question. Question 19. Mm-hmm. 19. Оқимыз сұрақты, сосын түсініп аламыз да, жауапты бітірілатымыз қане. Жекеге жазсаңыздар болады, сұрақтарыңызды. Деген сізбен сөйлескісі келеді деп айтты ма, қалай? Бірасы шығып қалды. So, Б, С, А деген жауаптар шықты. Д дейді. Оба бәрі бар десеңізші. А, Б, С, Д. So. Бұл да кішкене қиын, достар. Бұл нені білдіргеніне байланысты болады. Мағанасы қалай екен, соған сөйлемге қараймыз. Was the weather fine? We went on a picnic. Пикникқа бардық, қандай жағдайда? Молодец, бізде бұл жерде бір if деген нәрсе болып тұр, If деген мағына беріп тұр. Дұрыс айтасыз, бір condition'ды білдіріп тұр.
пикникқа бардық, не себепті бардық, қашан, қандай жағдайда бардық, соны көрсетіп тұр. Әсел тіркеліп жатыр. Thank you for following. Being the weather. Н жауапты жазыпты, А жауап дейді. Being, been дейді. Бұл да формала, достар. Ойлаш. Мен келсем дейді. Went болған соң was болады ма дейді. Мүмкін. Қазір тыңдап отырыңыз, біз бірге талдаймыз. Мен сіздер кішкене ойлансын, жазсын деп отырмын. Бізде қазір бір 7-8 адам ғана жазып жатыр. Біз 60 адам отырмыз. Басқаларымыз түсінбей жатырмыз ба, қиын болды ма? Жазып көреміз. Тартынбаймыз, достар. Менен басқа ешкім танымайды дейді. So. Еш уайымдамаңыз. Манеки. Ау? Ничего. Being, was, see, been. Ал кеттік, онда бірге талқылап тастаймыз. Бұл сұрақтың жауабын білу үшін біз мынандай бір формаланы бір жерге түрте салыңыздар, немесе мен жазып болғасын кесіп аламыз. Being сөздің басына келеді, бұл бір ситуацияны көрсетеді ғой, біз білеміз stative verbs'терде, иә? Осыған дейді, being'ге мысалы көп жағдайда adjective'ті қосуға болады соңынан, иә? Немесе noun'ды қосуға болады. Бұлар білдіреді, бірінші if'тің мағынасын, екіншісі reason'ның мағынасын білдіреді. Осын түртіп алыңыз. Ал бұл жерде неге керек? Бұл жерде шарт керек. Яғни мына жерде бір ауа райы, погода жақсы болғанда ғана біз пикникқа бардық деген сияқты бір if деген мағынаны білдіріп тұр. Демек бұл сөйлемде міне формула бойынша мынандай формула екен, түртіп алыңыз. Жауап бізде be болады. Түсінікті ма? Басқалары келмейді бұл жерге. Be weather fine деп айтайық. Be деп айтайын десем, бізде бірінші бұл баяндауыш болып кетеді. Ал мына сөйлемге баяндауыш керегі жоқ тіптен. Себебі went деген өзінің баяндауышы тұр ғой, екінші форматында айтылды. Ешқандай conditional жоқ. Conditional деп жаңағы не еді? Conjunction, жалғау сөздері жоқ. Екі сөйлемді and болса, but болса, мына жерге келсе жарайды деген еді, да, мысалға. Ол жоқ, онда аны қалдырамыз. Been дан түрі болғанда біз айттық қой, погоданы біреу мәжбүрлеп солай істемейді ғой. Немесе погода бітіп қалмайды ғой. Онда екі мағына болса бен келетін еді ғой, бағана айттық. Ал was болатын болса, ода бізде не, достар? Бағанағы non-formalда бұндай жоқ. Онда сіз а мен д-ны бірден қалдыру керек. Бірінші бұның міндетті түрде non-verbal екенін біліп алуыңыз керексіз. Сондықтан ғана біз бұл жерде не being'ді қоямыз, не been'ді қоямыз. Ал been мағынасы келмейді екен, онда біз шартты білдіретін шартты білдіретін тек нені білдіреміз? If'ті қоямыз сондықтан. Формула, міне өстіп қана жазып аласыз. Гүлназ ханым керемет дейді. Рахмет. Өстіп түсініп алыңыздар, достар. Бұл да оңай сұрақ болады онда сіздерге. Бағана біз forға келдік. If I'm clear, give me some 5. Достар, 5 деп жазып жіберіңіздер. Сосын келесіне өтеміз. Ауа райы жақсы болғанда деп айтып тұр. Дұрыс айтасыз. 5 дейді жазып жіберіпті. Молодец. Кеттік онда. Next, немесе last question. The last one бізде. Дұрыс. Егер погода қалай болса, нетемін. Біз пикникқа бардық. Бірақ егер деп айтпаймыз негізі. Жаңағы неді? Погода жақсы болғандықтан, сол бір шартты айтып тұрмын, менің мақсатым сол. Шартты айтып тұр. Қандай шарт? Жақсы болған, осындай бір шарт жағдайы болды, жақсы болды, condition болды бізде. Сондықтан біз бардық пикник. Әйтпесе біз барамай қалатын едік, құрсын деп айтып кетесің ғой, сол. Мен қазір қазақша күшті түсіндіріп кетемін, I'm improving my Kazakh. So, next question. Мен қазақпын, бұлай Ағылшын тілін нөлден бастап УБТ-ға дайындауға бола ма?
11 сынып болса кеңес берем, үлгермейсіз. Егер 10 болса дайындауға болады. Мен дайындаған мысалы 0-ден бастап. Дым білмейтін оқушы, мынандай сөздерді қосып оқи алмайтын оқушыларға дайындағанбыз. Маған жекеге жазсаңыз болады. Attention деген назары ғой. Қазақша назар болады. Мен енді I don't know much about Russian, so attention, pay attention. Назарыңды бөл бір нәрсеге назар аудару, сондай мағына береді. Әне, внимание деп айтып жатыр. Внимание. Окей. Енді қараңыз. Сол назарыңды аудар дейді. Ол өзі бір collocation ғой, pay attention. Енді оның қандай форматы керек, соны сіз таңдайсыз. Attention when you are really tired is difficult. Жаңағы қатты шаршап кеткенде дейді, назарыңды бір жерге жинау, шоғырландыру, зейініңді, зейін деп айтады қазақша. Зейініңді бір жерге шоғырландыру, ол өте қандай? Қиын. When you really tired, it's very difficult. Онда қалай болады? To pay деген жауаптар шықты, достар. To pay деген бола ма, не? Мақсат болып кетеді онда. Бүйтіп айтасыз ба? Назарыңды бір жерге жинау үшін сен қатты шарша деген болып қалады онда. Болмай қалады. Бағана түсіндірдік. Don't mess up, guys. Ал неге жаңағы д жауап болмайды? Д жауап бізде мына жер қате жазылып кеткен. Негізі мен әтеге қате жаздым ғой бұл сұрақты. Having paid. Бұл жерде жаңағы сияқты order деген нәрсе жоқ қой. Бір алдында былай болса, соңынан былай деген сияқты бір не жоқ бұл жерде. Қимылдың алды арты, кейінгі бірінші, соңынан келетіні жоқ. Д болмайды. Ең бірінші болмайтыны бізде мынаны қалдыру керек. Мақсат білдіреді, ол сөйлемнің басына келетін болса. Purpose of нені білдіреді мысалы, иә? To do деген сөйлемнің басына келсе. Ал міндетті түрде сөйлемнің басына gerund келеді. Сосын ол subject'тің ролын атқарады. Paying attention is difficult. Келсейсіздер ма? Paying attention subject болып кетеді бірге сөйлемнің subject'ы не дейді? Бастауыш. Paying attention деген қандай? Predicative. Не, SVP-дің structure болып тұр. Yes, молодцы. Сондықтан SVP. Енді қараңыз, бұл жерде нені сипаттаймын? Мына жердегі мына нәрсе маңызды ғой. When you are really tired, сен қатты шаршаған кезде сен зейініңді бір жерге жия алмайсың. Сондықтан бұл бізде мына сөйлемде негізгі мағынасы шартты білдіреді ғой, иә? If you are really tired деген сөз. Егер сен қатты шаршайтын болсаң, зейінің бір жерге жиналмай қалады. Онда answer шықты. Paying. Gerundy болады. Ал мына gerundyны қояйын десеңіз, ол қалай, достар? Соңынан, алдынан деген ондай нәрсе жоқ бұл жерде. Екі action қатар келгенде қана бағанағы ол жұмысын бітіреді, сосын үйіне қайтады деген сияқты. Рахмет, Жасай ханым. Тіркелгендеріңізге рахмет. Сабақта міне ең соңғы сұрақпен тамам болды, достар. Мәресіне жетті. Міне мына сияқты мен ұбт-ға берген материалым өзім жасаған бұл нені де. Бұл материалды алу үшін, міне, қашан біз infinitive-тің without to, яғни bare infinitive-ті қашан қолданамыз? Мына сияқты. Сосын міне қазақшасы менде тұрады, достар, мына жерде. Бұның барлығы менің жаңағы, не дедік? Telegram каналымда, жабық каналдың ішінде тұр. Ертең салам, тұр дегенде. Сабақтан кейін салып жүрмін, міне. Gerundyны noun болып қызмет атқаратын кезде қандай етістіктердің соңынан келеді? Кейбірінің қазақшасы алып тасталған осылай, қазақшасы берілген, және оларды бірнеше формаға бүйтіп бөліп қойғанмын. Осы материалдарды сол жабық каналдан аласыз. Ал оған тіркелу үшін, достар, каналға жазылу үшін бізде I want to join деп маған жеке